Derme bağlar. Selametle. Bugün biz ultuk oyunumuz, asık oyunun үйренеміз және asıқты қолдан жасауды үйренеміз. Жарайды ма? Ya. Соны зерттеп көреміз. Мен бүгін сендерге мына гипсті дайындаdım және суымыз бар. Гипстен асық құйып үйренеміз ба? Ya. Біз асықты қандай малдан аламыз, білесіңдер ма? Ya. Айтыңдаршы. Ешкі. Сиыр. Қой. Мені жарайсыңдар. Біз сонда асық деген ол айыр тұяқты малдарда ғана болады екен. Өте жарайсыңдар. Ал енді біз гипстен асық құйып үйренейік. Гипсті мына шелегіміздің ішіне сал. Асықпай, төкпей құямыз. Тағы да бір қасық саламыз. Жарайсың. Ал енді мен су құяйын. Нұрислам араластырады. Араластыр Нұрислам. Қоймалжың қылып істеуіміз керек, біздің қалбымызға құйылатындай. Әкел, мен көмектесейін. Мен жылдам араластырмасақ, гипсіміз қатып қалады, мен сендерге көмектесейін. Мені араластырамыз. Қазір сендер қасықшаларын дайындап тұрыңдар, сендер қалыпқа құясыңдар. Нұрислам, қасықтарын ұстаңдар. Дайынсыңдар ма? Ya. Ал енді мынау сұйық қоймалжың гипсімізді құямыз. Қасықпен аламыз, қалыпқа құямыз. Жанына төгіппей, әдемі қылып толтырамыз. Қалыптың ішін толтырамыз. Сол кезде асығымыз әдемі болып қатады. Жарайсың. Керемет кәні. Толтырамыз қалпымызды. Болды, міне өте керемет. Енді келесі диярды көреміз. Дияр құяды енді. Құямыз. Енді келесі балдарға мүмкіндік. Біз гипстен асық құйдық. Нақ қатқан түрі. Қойдың асығының 4 жағы бар. Бұның атауы. Атап өтейікші. Асық қалай тұр сенің? Алшы. Алшы. Сенікі? Бернар? Тайқы. Тайк. Заңғар? Бук. Сенікі Дастан? Шайқы. Шик. Қолыңды аламыз, Дастан көрсетеміз. Қалай тұр? Шик. Шик болып тұр екен. Жарайсың, молодец.